Атаның ақылы. Аппақ шыңды Алатаудың аясындағы Алматы қаласы. Орталық саябақ маусым айы кезінде жайқалып тұр. Күміс қылқанды шыршалар, жасыл жапырақты, сырғалы ақ қайыңдар, жұпар иісі аңқыған аршалар қоңыр салқын самалмен тербеледі. 5 жасар Бекжан атасымен бірге саябақты аралады. Әткеншек тепті, батутта секіріп ойнады, пойызға мінді, зымыранмен зымырады. Бір кезде қарақаттай көзі күлімдеп, «Ата, шөлдедім» деді. «Шөліңді қандыр жарығым» деп атасы алма шырынын сатып әперді. Бекжан құтыдағы салқын, тәтті алма шырынын рақаттана ішті. «Ата, балмұздақ жегім келеді» деді сосын. Атасы Бекжанға балмұздақ сатып әперді. «Ботам, балмұздақты байқап же, тамағың ауырып қалады» деп ескертті. Бекжан балмұздақты да жеп алды. «Ата, шоколад жегім келеді» деп өтінді. «Жарығым, әр нәрсенің қалпы бар, қанағат керек». «Ата, қанағат деген не?» «Күнім-ау, қанағат деген әр нәрсенің шегін білу, тамақ ішудің де ретін білу. Қанағат жасамай, не болса соны талғамай іше беру зиян» деп атасы ақыл айтты. «Онда мақұл» деп Бекжан ойланып қалды. Бекжан атасының ақылын түсініп, айтқанын істеді. Саябақта жақсы демалды.